Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі 2 сынып 33 сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын, балалар, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өзіңді тексер. Бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді оқы және оның не туралы екенін айтып бер. Дамысын деп қазағым, бұрам көптің назарын, компьютерге сан түрлі бағдарлама жазамын. Мен ақылды баламын, таудай үлкен талабым, IT деген саланың мамандығын аламын. Өлең не туралы екен айтатын болсақ, өлең IT саласындағы мамандық туралы. Ол мамандық арқылы әртүрлі бағдарламаларды компьютерге енгізіп, түрлі саланы дамытуға болады. Төмендегі тапсырманы орындайық. Қазағым, талабым сөздеріндегі қосымшаны алып тастап жаз. Не байқадың? Қазағым сөзіндегі қосымша қазағым, қазақ деген түбір сөзі, талабым, деген қосымшаны алып тастасақ талап болады. Бізде ғ дыбысы қға айланған, себебі дауысты дыбыстан басталатын қосымша сөздің соңғы қатаң дауысын өзгеріске түсіреді. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына н-ың әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. 10 жастағы Нұржанның, яғни көп нүктенің орнына жазамыз. 10 жастағы Нұржанның Бекжан атты ағасы бар. Ол 6-шы сыныпта оқиды. Олар үнемі бірге ойнайды. Бекжан шабандоз бала. Ол талай бәйгеде жүлде алған деп осылай көшіріп жазамыз дәптерімізге. Үшінші жаттығу: дұрыс тасмалданбаған сөзді тап. Дұрыс тасмалданбаған сөз бізде қоңырау, сосын қайың, мейірім. Біздер осыны дұрыс тасмалдайық. Қоңырау немесе қоңырау. Қайың, мейірім немесе мейірім деп дұрыс тасмалдап дәптерімізге көшіріп жазамыз. Төртінші жаттығу: диалогтерді алғыс сөздермен толықтырып жаз. Бізде рахмет және көп жаса деген сөз берілген. Осыны көп нүктенің орнына қоюымыз керек. Қарайық. Төртінші жаттығу деп жазып, арғарай диалогты дәптерімізге осылай көшіріп жазамыз. Ата, мынау орынға отырыңыз. Рахмет, қарағым. Әже, сөмкеңізді беріңіз, мен көтерейін. Көп жаса айналайын. Бесінші жаттығу: берілген тірек сөздерді пайдаланып, алғыс тақырыбына әңгіме құрастыр. Бізде тірек сөздер берілген, осы сөздерді пайдаланып, біз алғыс тақырыбына мәтін құрастырамыз, әңгіме құрастырамыз. Біз кішігірім жаздық. Дәл осылай сіздер де жазып алсаңыздар болады. Балалар түстен кейін сабақтан келе жатып, мектеп жанында демалып отырған әжейді көрді. Олар әжейден жөн сұрасып еді. Ол сөмкесі ауыр болғандықтан тынығып отыр екен. Балалар әжейдің ауыр сөмкесін көтерісіп, мектеп жанында тұратын үйіне апарып берді. Әжей риза болып алғыс айтты. Немесе арғарай өздеріңіз қиялдарыңызға ерік беріп, қосымша тағы да сөйлем құрастырып жазуларыңызға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.